Баршаңызға қайырлы күн достар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін мен сіздерге осындай вупи пай тортын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз ингредиенттерімізді дайындап қоямыз. Шоколад пен сары майды су моншасына, яғни водяной баняға осылай ерітіп дайындап аламыз. Одан кейін біз сухой сместарымызды дайындап қоямыз. Ол үшін осылай ұнның үстіне қопсытқыш пен какао ұнтағын салып, араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін осындай бір ыдысқа 4 жұмыртқаны жарамыз. Енді осы жарған жұмыртқаларымыздың үстіне қант салып отырып, миксермен көпіртеміз. Қанттың барлығын бірден сала салмаймыз, 2-ге 3-ке бөліп саламыз. Жұмыртқа мен қантымызды осылай көпіртіп аламыз. Енді осының үстіне жаңағы ерітілген шоколад пен сары майымызды қосамыз. Енді миксермен араластырамыз. Енді осының үстіне жаңағы сухой сместарымызды саламыз. Сухой смесіміздің барлығын бірден қоса салмаймыз, 2-ге 3-ке бөліп қосамыз. Енді қалған ұндарымызды қосамызды, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Осындай біркелкі консистенция болу керек. Енді біз пергамент қағазын арнайы осындай кольцоға осылай басып, массамызды құюға дайындап аламыз. Енді осы өлшеп дайындап алған домалақтың ішіне 2 қасық массамыздан құямыз да осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай біз 4 корж жасайтын боламыз. Дайын болған корждарымызды 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Міне біздің бірінші корждарымыз пісті, қалған корждарымызды да тура осылай пісіріп аламыз. Корждарымыздың барлығы піскенше біз кремімізді дайындап аламыз. Сливки мен қант ұнтағын осындай бір ыдысқа құйып, миксермен көпіргенше миксерлейміз. Қант ұнтағы мен сливкиіміз біздің көпірген кезде 1 қасық творожный сыр қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді біз корждарымызды жинап бастаймыз. Ол үшін осындай домалақ кольцомен диаметрін 24 см қылып, біркелкі қылып корждарымызды кесіп аламыз. Барлық корждарымыздың диаметрін 24 см қылып, біркелкі қылып осылай кесіп аламыз. Біздің корждарымыз дайын болды, креміміз дайын. Енді арнайы торт салғышқа салып, корждарымызды жинап бастаймыз. Торт салғышымыздың ең астына сәл осылай крем жағып аламыз. Сонда тортымыз біздің қозғалмай жақсы тұратын болады. Арнайы вупи пай жасайтын насадканы кондитерлік мешочекқа салып аламыз да, ішіне крем салып осылай жасаймыз. Тура осы видеодағыдай жасасаңыздар болады. Шетінің барлығына
әдемілеп осылай кремімізді жағып шығамыз. Ортасына осылай 1,5-2 күрекше кремімізді салып осылай жағамыз. Тура осылай барлық корждарымызды жасап шығамыз. Келесі коржымызды да осылай қойып алып, тура жаңағыдай шетінің барлығына әдемілеп қойып шығамыз да, ортасына кремімізді күрекшемен жағамыз. Тура осылай корждарымызды жасап алдық. Енді бетіндегі коржымызға біз крем жақпаймыз. Тортымыздың бетіне біз шоколадный ганаш жасаймыз. Ол үшін сливки мен шоколадты газға ертіп аламыз да, сәл суытып, тортымыздың бетіне құямыз. Осылай тортымыздың бетіне құйып аламыз да, қасықпен жақсаңыздар да болады, немесе арнайы күрекшелермен жақсаңыздар да болады. Осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Бес минут шоколадтың қатқанын күтеміз. Оғанға дейін біз бетін әсемдеуге құлпынайларымызды турап дайындап аламыз. Үлкендеу құлпынайларымызды 4-ге, кішілеулерін 2-ге бөліп дайындап аламыз. Енді біз тортымыздың бетін әсемдеп бастаймыз. Өз қалауларыңыз бойынша, өз фантазияларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Құлпынаймен әсемдедік, енді шиемен әдемілеп әсемдеп шығамыз. Міне біздің вупи пай тортымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Менің рецебім бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Тортымның рецебі ұнап жатса, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Апта сайын жаңа рецептер күтіңіздер.